Сәлеметсіңдер ме балалар? Бүгін біз сендермен 5-ші бөлімнің 2-ші сабағы «Қарындасым билейді» тақырыбын өтеміз. Здравствуйте, ребята! Сегодня мы с вами пройдем 5-й раздел, 2-я тема «Қарындасым билейді». Моя сестра танцует. Жаңа сөздермен танысайық. Новые слова. Прочитайте, напишите в словарь и обязательно выучите эти слова. Би – танец, моншақ, бусы, сахна, сцена, қимыл, движение. Суретке қара, балалар не істейді? Посмотри на картинку. Что делают ребята? Балалар билейді. Балалар қара жорға билейді. Ребята танцуют қара жорға. Мәтінді оқы, сұрақтарға жауап бер. Прочитай текст и ответь на вопросы. Қарындасым Гүлсая би үйірмесіне қатысады. Гүлсаяның әдемі моншағы бар. Көйлегі қызыл, ол жақсы билейді. Ол сахнада достарымен қара жорға биін биледі. Моя младшая сестра Гүлсая посещает кружок танца. У нее красивые бусы, платье красного цвета. Она хорошо танцует. Она на сцене со своими друзьями танцевала танец қара жорға. Гүлсая неге қатысады? Оның көйлегі қандай? Гүлсаяда не бар? Ол кіммен билейді? Ал енді сұрақтың жауабы. Ответы на вопросы из текста. Гүлсая би үйірмесіне қатысады. Гүлсая ходит на кружок танцев. Оның көйлегі қызыл. У нее красное платье. Гүлсаяда әдемі моншақ бар. У нее есть красивые бусы. Ол достарымен билейді. Она танцует вместе с друзьями. Екінші тапсырма. Жазылым. Бұл тапсырманы дәптерге орындаймыз. Второе задание. Это задание выполняем письменно. Сөздерге қосымшалар жалғап сөйлем құра. Дополни предложение, добавляя окончание. Поставь видео на паузу и попробуй сделать сам. У тебя должно получиться такие предложения. Қарындасым би үйірмесіне қатысады. Гүлсаяның әдемі моншағы бар. Үшінші тапсырма. Диалогты толықтыр. Третье задание. Дополните диалог. Оның қарындасының аты кім? Как зовут младшую сестру? Оның қарындасының аты Гүлсая. Оның моншағы қандай? Какие у нее бусы? Оның моншағы әдемі. Оның қызыл көйлегі бар ма? У нее есть красное платье? Иә, оның қызыл көйлегі бар. Олар қайда билейді? Они где танцуют? Олар сахнада билейді. Суреттер бойынша сөйлемдер құрап жаз. Напиши предложение по картинкам. Примерно такие предложения должно получиться у тебя. Анель ән айтады. Анель поет. Анна гүлдің суретін салады. Анна рисует цветок. Гүлсая достарымен би билейді. Гүлсая с друзьями танцует. Есте сақта, запомни. Мен билеймін. Я танцую. Биші болғым келеді. Я хочу стать танцором. Менің әдемі моншағым бар. У меня есть красивые бусы. Ол сахнада билейді. Он танцует на сцене. Кел жаттайық. Выучи это стихотворение. Биші болам. Аппақ көйлек киемін. Қос етегі бүрмелі. Кестелеген жиегін кең даланың гүлдері. Оразақын Асқар. Балапан телеарнасынан Рупидің ғажайып әлемі мультфильмін көр. Посмотри мультфильм Рупидің ғажайып әлемі на канале Балапан. Осымен біздің сабағымыз аяқталды. Келесі кездескенше сау бол. Спасибо за внимание. До свидания.